Баршаңызға сәлем достар. Бүгін мен сіздерге өте қатпарлы өзгеше самсаның рецептісін ұсынатын боламын. Менімен бірге болыңыздар, видеоны соңына дейін қараңыздар. Рецептісін осы видеоның астына қалдырып кетемін достар. Сіздер де жасап, үй ішілеріңізді қуантыңыздар. Енді біз біріншіден қамырын илейтін боламыз. Ыдысқа жылы суды, сүтті, күнбағыс майын құйып, ретімен тұзды, дрожжды салып, ерігенше араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін әдеттегідей соңында ұнымызды салып қамырды илейтін боламыз. Қамыр толықтай игі қану қажет. Қаттылау қылып илеп аласыздар. Енді 20 минутқа қалдырамыз. Дайын болған қамырымызды бірдей 6 бөлікке бөліп аласыздар. Осылай қылып зуала қылып, енді қамырды жайып аламыз. Жұқа қылып жайып шығамыз барлығын. Енді бірінші қамырдың үстіне ерітілген сармайымызды құйып бір тегіс қылып жайып аласыздар. Дайын болған екінші қамырды да бетіне жайып шығасыздар. Енді ерітілген сармайды да салып, барлық жерін бір тегістей қылып жағып шығамыз. Дәл осылай қылып 6 зуаланды жағып аласыздар. Енді соңында қамырды рулет тәріздес қылып орап аласыздар. Енді біз мұздатқышқа 1 сағатқа қалдырамыз. Қамырымыз қатуы қажет. Қамыр дайын болғанша ішіндегі салмасын жасайтын боламыз. Дайындап аламыз. Бізде жуа және де қолдан торалған етті алып, осындай қара бұрыш, тұз, самсаға арналған дәмдеуіштерді салып, біз дайындап аламыз. Енді бізде қамырымыз дайын болды. Осылай кесіп алып, енді қамырымызды бұл жерде оқтауды көмегі қажет емес. Қолмен осылай қылып жайып аласыздар. Шұңқыр қылып, енді ішіндегі салмасын салып, самсаны түйіп аламыз. Толықтай түйіп шықтық. Енді осылай қылып түйіп аласыздар. Енді жанына осындай сидананы жағып шығасыздар. Сіздер сидана жоқ болса, сіздерде күнжітті қолдансаңыздар болады. Бетіне ешқандай да жұмыртқаның ешқандай несін жақпасаңыздар да, ол өзі де әдемі болып пісіп шығады достар. Енді пешке біз қалдырамыз. 180 градуста 20 минутқа қалдырамыз. Толықтай менде пісіп шықты. Сіздермен болған Сабира. Қош сау болыңыздар.